Тұмаудан бір-ақ күнде құтылуға болады. Ол қалай? Тұмаудың алғашқы белгілері барлығымыз білеміз: мұрын қуысындағы ашу, қышу, жыбырлау, түшкіру және тамақтағы ауырсынумен басталады. Ол дегеніміз вирус алдымен сыртқы тыныс алу жолдарына келіп түседі, яғни мұрын мен тамаққа. Егер де біз осы кезден бірден шаю шараларын бастап кететін болсақ, вирустан құтылу үшін, онда вирус ары қарай төменгі тыныс алу жолдары, яғни бронх пен өкпеге түспей асқынбайтын болады. Ендеше вирус әлі де сыртқы тыныс алу жолдарында, яғни мұрын және тамақта тұрған сәтінен бастап, бір күн бойы 30 минут сайын қоздырғыштарға қарсы сұйықтықтармен, мысалы тұзды су, ромашка, шалфей немесе фурацилин сияқты сұйықтықтармен шая беретін болсаңыз, сол күні ақ тәп-тәуір болып шыға келесіз. Ал егер бұл сәтті өткізіп алсаңыз, яғни жөтел пайда болып, дене қызуыңыз көтеріліп, әлсіреп жатып қалсаңыз, онда бұл тәсіл көмектесе алмайды.